I'm John Kehoe, and in this video, Менің атым Джон Кеха. Осы видеода мен сендерге дұрыс ойлаудың маңыздылығы туралы және жетістіктің вибрациясын қалай тудыруға болатынын айтамын. I'm going to begin by sharing a story with you of what Ең бірінші мен сендерге менің Австралияға жасаған алғашқы турым туралы және сол жерде бір әйелмен болған әңгімеге қатысты бір оқиға туралы айтып берейін. was a woman with 3 young children. Ол әйелдің кішкентай 3 баласы бар және тапқан ақшасы күнделікті күнкөріске ғана жететін еді. She had Ол әйелдің алға қойған 3 мақсаты болды. chief. The first Бірінші мақсаты Англияға бару, себебі балаларының children өз ата-әжесін көргенін қалады, себебі олар әлі кездеспеген еді. second goal Екінші мақсаты жақсы үлкен үйде тұру, себебі оның қазіргі баспанасы кішкентай ғана 2 бөлмелі пәтер еді. and the third Үшінші мақсаты жақсы бір адамды кездестіру, себебі 2 жыл бұрын күйеуі оны 3 баласымен тастап кеткен уақыттан бері abandoned ол ешкіммен кездесіп көрмеген еді. Ол осы мақсаттарына қалай қол жеткізуге болатынын білмеді. Сондықтан да олар өте қиын орындалмайтын мақсаттар сияқты көрінді. that she could achieve them. Бірақ ол әйел менің курстарыма келді. Said to her, Сол кезде мен оған өзіңе сенімді бол және осы жүйені бұлжытпай орында. Бұл жүйе нәтижелі дедім. now I left it Сосын мен Австралиядан кетіп қалдым және ол әйелмен не болғанын мен білмедім. Шамамен 2 жылдай уақыт өткеннен соң мен Австралияға екінші мәрте турнамен баратын болдым. Сол кезде ол әйел менің келетінді естіп маған телефон шалды. Сізді әуежайдан күтіп алсам бола ма деп сұрады. Мен әрине болады дедім. Сосын айтпақшы сенің алға қойған 3 мақсатың қалай болды деп сұрадым. О, Джон деп ол эмоциясын жасыра алмады. Сіз сенбейтін шығарсыз, бірақ мен Англияда болып келдім. Балалар бірінші рет өздерінің ата-апасымен кездесті. Одан басқа менің қазір жаңа үйім бар, балалардың әрқайсының жеке өз бөлмелері бар. Сондай-ақ үшінші жаңалығым Джон. Мен өз махаббатымды таптым. Мен бір адаммен кездесіп жүрмін. Қарым-қатынасымыз өте жақсы деді. Мен шынымен де ол әйел үшін өте қуанышты болдым және онымен тезірек кездескім келді. Ол мені әуежайдан күтіп алды. Біз машинаға барып 5 минутқа жоқ сөйлестік. Сонда ол әйел маған былай деді. Джон, неге менде ақылдың күші жұмыс істемеді? Неге нәтиже бермеді? I actually Мен сенер-сенбесімді білмей таңғалып тұрып қалдым. Мен ол әйелді жолдың жиегіне шығарып, оның көздеріне қарадым. Сосын былай дедім. Егер мен дұрыс айтпай тұрсам, дұрыс емес деп қазір бетіме айт. Бірақ Англияға барғысы келіп жүрген әйел, сен емес пе едің? Жаңа үй алғысы келіп, сосын жаңа қарым-қатынас тапқысы келіп жүрген әйел, сен емес пе едің? Сол әйел сенсің бе, әлде мен басқа адаммен шатастырып тұрмын ба дедім. forget her answer. She said, Сол кезде оның жауабын мен ешқашан ұмытпаспын. Ол, мәс саған, мен ұмытып кетіппін ғой деді. Бұл туралы қалай ұмытуға болады? Шын мәнінде біз ұдайы осылай жасаймыз. Өмірде біздің қолымызда жоқ нәрсеге өте көп көңіл бөлемізде, қолымызда бар нәрселер туралы ұмытып кетеміз. all the things that we do have. I mean, Қазір this takes қолыңда бар нәрселерге жету үшін саған қаншама жетістіктер қажет болды. where you are now. Бүгінгі күнде қаншама қиындықтарға тап болып жатқаныңа қарамастан, сен өміріңде керемет жетістіктерге жете алдың. We presently have challenges. Қол жеткізген жетістіктерің туралы ешқашан ұмытпа. Қол жеткізген жетістіктеріңді мойындау керек. For the successes that you have. Себебі мойындаудың өзі жетістіктің вибрациясы болып табылады. Acknowledging is a success vibration. Алғыс айту да осы сияқты. Алғыс айту бұл да жетістіктің вибрациясы болып табылады. When you can get into the habit Сен күнделікті өміріңде болмашы бір қуаныштардың өзіне алғыс айтуды әдетке айналдыратын болсаң, бұл жетістіктің вибрациясын тудыратын болады. vibration. And Әр күнде біз кішкентай ғана қарапайым заттар үшін қуанып риза болып жатамыз. that give us pleasure. Бұл мысалы біздің балаларымыздың ойнаған дауыстары болуы мүмкін. Бұл досыңмен әңгімелесіп отырған кездегі стимул беретін сөздер болуы мүмкін. Немесе көріп отырған киноң болуы, Watch or a book немесе you read. оқып отырған кітабың болуы мүмкін. Осындай күнделікті қарапайым ғанибет қуанышты тудырады. Sources of joy. Олар біздің өміріміздегі бір мезеттік қана жетістіктер болып табылады. Momentary success. Біз көп жағдайда осыларды назардан тыс қалдырамыз, байқамаймыз. Себебі біздің қолымыз бос емес болып жатады. Немесе назарымыздың барлығы әлі болмаған, басталмаған, жоқ нәрселерге бағытталған. Because Біз мұны өзгертуіміз керек. Себебі алғыс білдірудің күші мен сиқыры мынада. whatever you give Неге алғыс айтсаң, сол сенің өміріңде одан да көп бола бастайды. Егер сен деніңнің саулығы үшін Құдайға алғыс айтып шүкіршілік ететін болсаң, денсаулығың одан да мықты бола беретіні сөзсіз. Егер де сен тапқан ақшаң үшін, ол аз болсын, ол көп болсын маңызды емес, Құдайға алғыс айтып ризашылық етсең, whatever you ол ақша саған еселеп келе бастайтын болады. will happen.
сен не нәрсеге алғыс айтатын болсаң, сол сенің өміріңде одан да көп бола бастайды. Мынандай бір мақал бар: сәттілікке жету үшін сәттілік керек. Және бұл өте дәл айтылған мақал. Жетістіктің артынан Одан да үлкен жетістік жүреді. егер де сен үрейден, Алаңдаудан, үмітсіздіктен арыла алатын болсаң, және олардың орнын жетістікпен, ризашылықпен алмастыра алатын болсаң, сен бұларды жасай аласың. Егер де сен осыны жасай алсаң, сен өз ақылыңды, өз санаңды бақылауға алатын боласың. Ал өз санаңды бақылауға алған кезде, сен қалаған нәрсені жасай алатын дәрежеге жетесің. Қаржылық жетістіктің 4-ші қадамы бұл жетістік туралы ойлау. Енді бүгінгі жаттығуымызда сен өзіңді шынымен де жақсы, жайлы сезінуге көмектесетін және бүгінгі күніңе қарағанда сенің жағдайыңды жақсартып, жоғарылата алатын 10 немесе 15 заттан тұратын тізім жасау керексің. Бұл өте қарапайым заттар болуы мүмкін. Мысалы, мен жақсы көлік жүргізушімін, немесе мен адал ата-анамын, немесе мен сәнді стильді киінетін адаммын деген сияқты. 10 немесе 15 заттан тұратын тізімді жаса, сосын осы тізімге өміріңде өзің риза болатын барлық нәрселерді қосып жаз. Бұл жерде сен бұл тізімді жай ғана оқып қана қоймай, сонымен қатар ризашылықты сезінгеніңді, шынайы жетістікті сезінгеніңді қалаймын. Сен мұны күнде жасап жүруің керексің. Сонымен сенің бүгінгі жаттығуың мынандай болады: мойындайтын нәрселеріңнің тізімін жасайсың, сосын өзіңді мойындайсың, себебі мойындау мен риза болу бұл жетістіктің вибрациясы. Ал келесі видеода мен сендерге түпсанаға қатысты ең маңызды нәрселер туралы айтып беремін. Назар аударғандарың үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.